Сәлем достар, соңғы кезде видео салу қиындау болып кетті. Мынау мен, жұмыс үй, жанұя деп отырған түрім. Бірақ мен осыны не үшін айтып отырмын? Негізі видеоға тақырып көп, алайда олар біреуге керек па, жоқ па белгісіз. Әрине, көрермендеріме алғысым шексіз. Алайда есіме мультиктердегі ең аянышты сценалары түсіп кетті. Басқа нәрсе таппадым. Бұл тақырыпты шалдар түсінетін шығар, өйткені мультиктер ескі. Бір жағынан жастарға классиканы білу керек қой. Қалай дегенмен мені ақылды жастар көреді деп сенемін. Қалай десемде бұл видеоның шығуына Тарзан мультигі итермеледі. Неге осы мультик деген сұраққа өзім де жауап бере алмаймын. Мүмкін мен есімнен адасып кеткен шығармын. Білмеймін. Бір кезде мультиктегі әуен есіме түсіп кеткен болатын. Тарзанға келсек, Тарзанды мына жігітпен байланыстыратын шығар. Ол «Что было дальше» деген программаға қатысқан. Неге оны Тарзан деп атайды? Білетіндер болса комментке жазыңыздар. Негізі Тарзан мен үшін 99 жылғы мультикті еске түсіреді. Менің көрермендерім 20 жылдан кейін дүниеге келген шығар. Сол үшін қысқаша бұл оқиғаны айтып өтейін. Мультик екі жанұяны көрсетумен басталады. Горилла жанұясы және адамдар жанұясы. Горилла орманда қорқынышты леопардпен кездесіп, өз баласынан айырылып қалады. Осы кезде адамдардың кемесі суға батып, өртеніп кетеді. Горилла маманың байқауынша, аман қалған адамдарды леопард жоқ қылған. Алайда кішкентай нәресте аман қалған. Кала нәрестені өзімен алып кетеді. Бірақ үйірдің Герчик деген жетекшісі қарсы болады. Бір таңғалғаным, маймылдардың арасында басқа еркек жоқ. Демек, мынау бәрін сөйтіп Тарзан көп жылдар бойы өзін ерекше екенін түсінеді. Неге ол басқаларға ұқсамайды және қалай? Ұқсас оқиға Форест Гампта болған. Ол да басқаларға ұқсас емес еді. Алайда анасы оған айырмашылығың жоқ деп тәрбие берген. Бұл жерде Кала баланы қорғайды және аналық махаббатын жиі көрсетеді. Мына сцена есте қалады. Тарзан адам екенін өзі түсінеді. Ал Кала оған ата-анасының суретін көрсетеді. Это что, я? А это мой отец? И моя? Сөйтіп айтып өткендей, Тарзан басқаға ұқсамайтынын түсінеді. Өзі сияқты махаббатын тауып, солай анасымен қоштасады. Где бы я ни оказался, ты всегда будешь моей мамой. Муфасаның өліміндегі сценаны қоссам, біртүрлі болатын шығар, өйткені оны барлығы біледі. 10 секундын көрсетейін. Ну вставай же, пап, идем домой. Негізі мен бұдан да жақсы сценаны таптым. Жарайды, бұдан да жақсы емес те шығар, алайда жан түршіктіретін сцена. Мүмкін мән бермеген шығарсыңдар, бірақ мультикте өмір айналымы тақырыбы түсіндіріледі диалогтарда. То, что ты видишь, связано воедино и пребывает в равновесии. Ты должен поддерживать это равновесие и относиться с уважением ко всему живому, от крохотных муравьев до быстрых антилоп. Так, қазір 1 секундқа демала тұрайын. Фуф, болды, кеттік. Ну разве мы не едим антилоп? Едим, Симба, сейчас я объясню. Мы умираем, и из нашего тела растет трава, а антилопы едят траву. Так что все мы связаны в этом вечном круге жизни. Бұл тақырып визуал арқылы да көрсетіледі. Әкесі өлгеннен кейін Симба өзін жоғалтып, өз тобынан кетеді. Өмірлік мағынасын жоғалтып, алайда оған Рапид көмектеседі. Өте қызықты кейіпкер. Біз ол туралы аз білеміз. Негізі ол ақылды ақсақал ретінде көрсетіледі. Бірақ сөздеріне мән берсек, жай ғана ебантяй деп айтуға болатын шығар. Перестань! И что это вообще значит? Это значит, что ты глупая обезьяна. А я нет. Ты ведь даже не знаешь, кто ты. О, а ты, видно, знаешь. Конечно. Ты сын Муфас. Пока. Сөйтіп, Симба макака оның әкесін білетіне таңғалып, артынан қуып жетеді. Осы диалогта Симба әкесі жоқ екенін айтады. Ал Рапик әкесі бар екенін айтады. Он жив. И я его тебе сейчас покажу.
Ступай за стариком Рафики, дружок. Иә, тағы да макака ибанча екеніне көз жеткізіп, ақыры ол Симбаны суға алып келеді. Солай судағы бейнені көрсетеді. Это не мой отец. Нет. Вглядись, дружок. Он живет в тебе. Бұл сцена бізге біз өмірде не істесек те орын қалдыратынын түсіндіреді. Сенің өмірің қаншалықты мағынасыз деп көрінсе де, әйтеуір түсінбестен біз бір әсерін береміз. Иә, кейде менің де миым ашып, ештеңеге қол жеткізген жоқпын, өмірім бар болсын деймін. Бірақ жай ғана біреуге қажетті сөздің айтудың өзі немесе бірдеңе істесек те ол орын қалдырады. Әрине біз оны байқамаймыз, мағынасыз деп ойлаймыз. Иә, түсінгендеріңдей, менде бұл сенім бар. Король Левке рахмет. Мына өмірден осыны түсіндім. Ал енді көбісіне Вверх деген мультиктегі алғашқы 10 минуты өмірдің бүкіл кезеңі. Содан кейін қалдығы. Осы қалғанын ешкім еске түсірмейді. Негізі осы 10 минут кино әлеміндегі үлгі ретінде танылған. Осы 10 минут ішінде еш сөз қолданбай қайғылы оқиға айтылады. Жоғалту тақырыбы. Сол үшін Диснейдегі үздік деп осы мультикті айтады. Бұл жерде не болатынын талқылайық. Басында айтқандай, оқиға визуал арқылы көрсетілгенде көп бөлшектерге мән бересің. Бұл жерде ол өте көп. Бірінші оқиғадан бастайық. Карл деген бала өмір сүреді. Өзінің ойымен, өзінің арманында шытырман іздеп жүреді. Бір кезде өзінен асқан Элли деген бір түрлі қызды кездестіреді. Дәл соның үйінде ол алғашқы қолын сындырады. Уақыт өтіп, достық махаббатқа айналады. Бізге үйленуді артынан ұзақ уақыт бақытты ғұмырды көрсетеді. Алайда екеуі бір күнде өлмейді. Сөйтіп Карл балалық арманын орындаймын деп ұшып кетеді. Ары қарай болған оқиға маңызды емес. Бізге оған дейін болған оқиға керек. Көрермен бұл сценаны кейіпкермен бірге өткізеді. Көптеген ұсақ нәрселерге мән бермей. Бұл жердегі өмір әділетсіздігін көрсетеді. Осыны көргенде не үшін осы керемет адамға осындай қайғылы финал деген сұрақ туады. Сол үшін бұл сцена өте аянышты. Енді амал жоқ, әрқайсымыз осыны кешуіміз мүмкін, өкінішке орай. Сөйтіп ұсақ түйектілерге келсек. Байқаған шығарсыңдар, бірақ Карл және Элли дизайндері бір-біріне қарама-қайшы. Карл төртбұрышты қаталдау болып келсе, Элли домалақ жұмсақ. Ол нәрселер кадрлерде байқалады. Төртбұрыш көзілдірік, кітап, кресло, кружка, лампа. Екеуінің ортақ арманы үшбұрышты болып келеді. Ортасы бұл екеуінің махаббатының ортасы. Бұл символизм Элли өлімнен кейін де жоғалмайды. Мысалы, шіркеуде ол домалақ шарлар, гүлдер, терезелер арасында отырады. Ал үйіне келгенде төртбұрыштар орын алады. Карлдың жоғалтқанын, жалғыздығын көрсетеді. Уақыт өте төртбұрыштар көбейеді және жақындайды. Кейін оның өмірінде домалақтарға толы томпақ бала пайда болады. Ол домалақ. Бұл метафора керемет аяқталады. Үшбұрыш үй, домалақ шарға толы ұшып, төртбұрыш жазықты көрсетіледі. Сөйтіп мультик шіркеуде басталып, 10 минуттың оқиғасында шіркеуде аяқталады. Алайда айырмашылық үлкен. Басында бақытты адамдарды көрсек, соңында бақытсыз шалды көрсетеді. Осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube-дамыз.